Нөмірі 27 Исатай Тайманов атындағы мектептің мектеп алды даярлық А тобының Абай атамыздың 75 жылдығына орай арнаған өлең жолдарынан үзінді. 27 Исатай Тайманов мектебінің мектеп алды даярлық А тобының тәрбиеленушісі Бақыт Жанелмін. Абай атамыздың 75 жылдығына орай мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқты барды ертегіні келмей үшін. Көкірегі сезімді төл оранды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй көңілге тілі ой салар, әнді сүйсен мен сүйсей. Дүние ойды шығады, өзімді өзім ұмытып. Көңілім әнді ұғады, жүрегім менің бойды жылытып. Мен тұрғали жайнамын, Абай атамыздың өлеңін оқып беремін. Жасымда ғылым батып, ескермейтін пайдасын көре тұра, тексермейтін ер жеткен сор. Түспеді уысыма қолымда, ізгілім кешірмейді. Исатай Тайманов атындағы орта мектептің А тобы Мақсұт Жігер Абай атамыздың 175 жылдығына орай әсемпаз әні. Әсемпаз болма әнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бақалан. Қайрат пен ақыл жөн табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жараса туғанға. Бастықпа екеу соңғысыз бітсе қылса қазыққа. Мен номер 27 Исатай Тайманов мектебінен даярлық А тобының тәрбиеленушісі Фатима Нұрланқызы. Абай атамыздың туған күніне орай шеркен құлысқа өлеңі. Жылдау шегіртке ұшы жүріп ән салған, құлалдық гүл айттап, қызбен жүріп жаздалған, жаздығын жапырақтың, күнде тамақ, күнде үй, жапырақ кетті, жас кетті, қыз болған соң кетті. Мен номер 27 Исатай Тайманов мектебінің мектеп алды даярлық А тобының тәрбиеленушісі Салиева Найламын. Абай атамыздың туғанына 175 жылдығына орай қуанып таппай мақтанба өлеңі. Орын таппай баптанба құмар ұлан жұрттанба, ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам боламын десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы шешеңіз, шөшек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Мен номер 27 Исатай Тайманов атындағы орта мектептің мектеп алды даярлық А тобының тәрбиеленушісі Салауат Найсекенова. Абай атамыздың 175 жылдығына орай күз өлеңі айтымсы, бұлтысы суық қытай респен, күз болып тұңғылтынан жері басқан, білмеген тойған матымғанға, жылқы ойнап бие қашқан, тайыр жарысқан, жас жүп, башеші жоқ бұраңғадай. Жастар күміс, жүгірмес, мала шулай. Қайсы сор кемпірді, тізе етіп, жапырағына аяған ағаш қойды. Мен 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектептің А тобының оқушы Адырбекова Айшам. Абай атамыздың 175 жылдығына орай қараша желтоқсан сол бір-ай өлеңі. Қараша желтоқсан сол бір-ай қыстың басы, біреу ете біреу жай. Ете басам жерімді же қоям деп ықтырманмен көзеуде отырады бай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Мен номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектептің мектеп алды даярлық А тобының тәрбиеленушісі Марат Алимін. Мен Абай атамыздың 175 жылдығына орай қыс өлеңін айтып беремін. Ақ киімді денелі ақсақалды, тоқым-мұқыл танымас тірі жанды, үсті басы аққырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, кәрі қыдан қыс келіп әлек салды.